Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Міне менің каналыма видео салынбағалы көп уақыт болып қалыпты. Сол себептен осы видеоларды түсіріп озвучка жасауды уақыт болмай қалып жатыр. Біз залымызды өзгертейік деп бюджетный вариантты қарастырып, ақыры гипи мрамор жабыстыратын болдық. Ол елдер айтып жатыр ғой, модадан қалды уже деген секілді. Бірақ әр адам өзінің жүрегі не қалайды, соны істеу керек. Бұл жерде гипи мрамор жабыстырған видеосы жоқ, әрине. Мен үлгермей қалдым түсіріп, бірақ айта кетейін, гипи мрамор алған кезде клей аласыздар ғой, сол кезде резко қата қалатын клей алыңыздар. Біз ойладық, резко қатып қалса, қисық болып қалса, біз жөндей аламай қаламыз. Сондықтан ары бері қозғалған кезде біз оны жөндей алатындай болайық. Резко қатып қалмайтын клей алғанбыз ғой. Біз Диван-Смесовқа барсаңыздар, құрылыс материалдарына барсаңыздар, өздері түсіндіріп айтады. Сондай клей алмаңыздар. Наоборот, жаққан бетте жабыстырған кезде жабыса қалатын клей алыңыздар. Біз міне рейкаларға сондай клей алдық. Тез жабыстыра қойды, сразу жабысып қалатын клей алдық. Бұл өте жақсы. Әйтпесе гипки мраморды біз бәріміз бүкіл семьямызбен келіп итеріп тұрдық қой. Сіздер оны көрмей қалдыңыздар. Оны түсірейін деген кезде телефонымызға өткізіп болмай қалды ма, әйтеуір түспей қалды. Мына жерде Медина жүр. Медина, Нұрдәулет, Інжу әкелеріне көмектесіп жүр екен. Өйстіп, жолдасым өзі жабыстырып шықты. Конечный итог өте әдемі болады екен. Негізінен басқа да әртүрлі түстері бар ғой гипки мрамордың. Оған біздің қаламызда қандай бар, біз сондайын алдық. Бұл да өте жаман болған жоқ, өте ойымыздан шықты. Өте әдемі болады екен, жылтырап күшті көрініп тұрады екен. Әр адам өзінің қалауын жасау керек. Біреу айтты екен деп, модада жоқ екен деп, өз қалағандарыңыздан бас тартпаңыздар, жасап көріңіздер. Бұл жерге айта кетейін, 95-100 мың теңге аралығындағы ақша кетті. Клейін, барлық гипки мраморды, шетіндегі рейкаларын барлығын есептеген кезде 100-120 мың ақша кетті десе болады, грубо айтқанда. Басқа қалада тұрсаңыздар, гипки мрамор арзан болса қалаларыңызда, одан да арзан кетеді, аз кетеді. Бюджетный вариант дегеніміз осы. Бұл өте арзан, 100 мың дегенде арзан емес, бірақ бұдан да күшті бағада грамотно, богато көрініп тұр. Бауыржан жасап болып, отырып қарап көріп, жатып қарап көрейін деп шешті, тұрып қарап көрейін деп шешті, енді отырып қарап көріп, диванға жатып қарап көрейін деп әртүрлі позада қарап көріп жатыр. Өте әдемі болып шыққан сияқты. Келесі видеода осы бөлменің обойын жабыстыру тәсілін көрсетемін. Менімен бірге болыңыздар, подписка жасап қойыңыздар.